Ертеде Асан мен Үсен деген екі кішкентай жетім бала болыпты. Атанадан жастай айырылған екі жетім жан бағу үшін ауыл-ауылды аралап қайыр сұрайды екен. Күндердің бір күнінде екеуі осылай тентіреп жүріп, бір зәулім үйдің жанында өсіп тұрған ағаштың аясына демалуға жайғаса кетеді. Қарын әбден ашқан Үсен ағасының жегінен қайта-қайта тартып, «Ағатай, қарным ашты!» деп маза бермейді. Сонда ағасы жаңағы үйдің есігін қағып, «Ассаламағалейкум, үйде кім бар?» деп дауыстайды. Сол кезде ана жақтан ала сиырын айдап келе жатқан әйел көрінеді. Бұл өзі сараңдығымен аты шыққандықтан Сараң бике аталып кеткен әйелдің үйі екен. «Есікті неге тарсылдатып қағасыңдар, а? Әлде менде әкелеріңнің ала алмай жүрген ақысы бар ма еді?» дейді ашудан түтігіп. Балалардың қыр қожалық түрін көріп, ашу одан сайын қозады. Содан соң, «Сендерге не керек? Неге келдіңдер?» дейді. Асан мен Үсен өздерінің жетім екендерін айтып, жүрек жалғау үшін бір жапырақ нан сұрайды. «Осы қайыршы дегендерден көрдік қой көресіні. Мен бұларды енді келмейтіндей қылайын», деп күлшегі байқатпай оғысып береді. Балалардың қайыр сұрап тұрғанын көрген көрші әже оларды үйіне кіргізіп, жуындырып, қарындарын әбден тойғызып шығарып салады. Асан әлгі әйелдің берген күлшесін «Ертеңгі азық қыламыз» деп торбасына салып қояды. Сөйдіп, екеуі ымырт үйіріліп кеткендіктен «Осы жерге түнелік» деп баяғы ағаштың түбіне жата кетеді. Сөйтіп, алаңсыз ұйқыға кеткен екеуін азанда Сараң бикенің айбайлаған дауысы оятады. «Ойбай, ойбай!» Кешегі ала сиыр ағаштың түбінде теңкей бөліп жатыр екен. Сөйтсе, таңертең өріске шыққан сиыр балалардың бас жағында жатқан дорбадағы күлшені жеп өліп қалыпты. Жақсылық қылсаң да, жамандық қылсаң өзіңе деген осы болса керек.